Көрші шешей. Әңгіме. Авторы Рахымжан Отарбаев. Оқыған Базаркүл Қалбыр. Қызылшақа күн еңкейе берді. Көкжиекке еріп сіңер. Аптаптың пәті қайтыпты. Кешкі самал ауа тынысты кеңейтті. Есік көзіне шықтым, ермек жоқ. Көрші шешей көлеңке бетке жайғасыпты. Бет аузы бір уыс қара кемпір. Жаулығын қат-қабат орап алып, үкідей үрпиетте отырады. Сөз ләмі бөлек, қылығы қызық. Әлде құлақтан қалған соң ба, естелігемеді. Кешегі әңгіменің сөнбей қалған шоғын бүгін көсейді. Сәлем бердік, деймін ұзынша орындыққа отырып жатып. Балашаға қалай шеше? Жүр, бала қызметте, келін үйде. Қызым доктор ғой, жұмысы мазасыз. Жараған. Әлгінде саған укол салам, қаның тасып тұр. Құлағың содан шыңылдайды дейді. Қой дедім қызға. Кәрі адамда таситын қан қайдан қалсын? Бар жоғы бір қасық шығар. Еріксіз күлем. Қылығы қызық. Әлсін қос құлағын бағады. Қай құлағы шыңылдаса сол жақ көзін сығырайтып, ернін бүрістіріп тыңдайды кеп. Сосын сөйлеп қоя береді. Шеше, содан атамыз мол кетті ме, деймін дауыстап. Кеше үзілген әңгіменің жалғасын дәметкен түрім. Бала таппадың деп торсаңдап біраз жүрді, дейді үкідей үрпейіп. Бермесе нем табам, бұзаубас бір шаранан қимады ғой. Соны айтып жүзіме сығырайып қарайды кеп. Өз-өзімнен қысыламын. Кәрі адамның құпиясын қозғап, қатып қалған шерін жібітіп, қой болмас, орнымнан тұрғым кеп құйрығымды жыбырлатамын. Асықпа, кешкі самал ауаны қарашы, аңқаңды ашқандай, қызығы алда, кітап жазсаң аздық етер. Сөздің аштығы өтіп кеткен жазған басым, қайтадан зейін тіктеймін. Кешке айттым ба, жоқ па, қызалар киімін қапқа салып қойған екен. Бір кеште атына мінді де, ал ағила, айыпқа бұйырма, аман бол дейсін. Әй, артына бір қайырылып қарамадау. Мұндай қатты болар ма? Қайтейін, бұзаубас бір шаранан қимаған соң. Алған бетіңнен жарылғасын дедім. Қатын қанжығада, тапқан шығарсың. Соны айтты да оң құлағын кимешегінен босатып, көзін сығырайтты. Ернін бүрістіріп бас изейді. Ал еке, өлімнен хабарым бар, өзің ғой алмай отырған, деп сайрап қоя берді. Қу жанында аяп отырған мен жоқ. Шалымның қасына барып жата қалайын. Жанында әжеп деуір орын бар. Шешейдің кәнігі сөзіне қанықпын. Алла ғой, дейді жайбарақат. Пәндасын әлсін тексеріп тұрады, дейді. О дүниеден хабары бар ма, жоқ па деп. Есеп үшін керек шығар. Солай балам, құлағың шыңылдамай ма? Әзірге жоқ. Жассыңдар. Асықпа, әлі шыңылдар. Ағамыз алыс сапардан қашан оралды? Хат жоқ, қарағағаз жоқ, 3 жыл жүрді. Естіп жаттым. Тырп етпеді. Ел аспапты. Көрші ауылға барыпты. Шөпшілер қосында аспаз болып жүретін әлгі Жамиға бар ғой. Сен қайдан білейін деп едің, соны алыпты. Атаң өзі салқам соқ, аздаған әнші еді. Картаны қуып жүріп ойнайтын. Не айтып кетті ме, оралды ғой. Қоқанның салшылары құсап. Кешқұрым атынан домалап түсіп жатыр. Қойыннан шығарып кішкене сәбиді қолыма ұстатты. Періште ғой, қарны ашқан, омырауымды иіскелейді. Соны айтты да сол құлағын кимешегінен босатып көзін сығырайтты. Ернін бүрістіріп бұ жолы бас шайқайды. Әй, Жамиға, тағы мен жамандап жатсың ба? Шалабыңды шайқама, деп сайрап қоя берді. Аузыңды көп қыздырма, осы бар ғой. Шешейдің кәнігі сөзіне қанықпын. Көрші ауылдағы Жамиға шығар, мені қарақаттамаса отыра алмайтын көрінеді. Басқа кім қалды дейсің? Оған қайта алғыс айтпайсыз ба? Не үшін? Бала тауып берді. Шалын болмаса көререм, күлге аунап туып па? Балпанақтай етіп. Тіпті өзіме тартқан, аулақ. Байы бар, бір табын баласы бар дейді. Менің жалғыз қарғама қарап қаппа? Шешемнің бір уыс бетіне тиіп қашып қызыл жүгірді. Сосын үкідей үрпеген жаулығын бір қозғап қойды. Пияз қабығындай болса да үстемдігіне сенген жанның кейпі. Сенде бір айтпасты айттыратын немекенсің, дейді көрші шешем енді мен жазғырып. Ол қайтып оралғанда мына менде
Қисық аяққа қызыл кебіс кие қоям деп ішім әжептәуір дөңгеленіп қалған. Әлгі доктор қыз ғой, жұмысы мазасыз. Ойбай, шеше, оныңыз не деппін сасқаннан. Даусым қатты шығып кетсе керек. Бетіме бағжаң етіп бір қаратта отыра берді. Қайтейін, деді әлден уақытта терең күрсініп. Бұқасы басқа болғанмен бұзауы сенікі. Үндеме, дедім шалға, үндеме. Ойдан қырдан құралды деме шырағым. Қатықтай үйіп отырған бір қауым еліміз. Иба, екеуі қоса шыңылдап кетті, деп асып-сасып құлағына жармасты. Әй, жүз қара, жағаласпай қоя тұр дедім. Аллеке, өлімнен хабарым бар, өзің ғой. Мамам үйде ме? Дейді баласы аула ішінен. Қызметтен келген беті де. Сотыбай телефонда маза жоқ, отыр ғой, деп келіні сыңғыр етіп күлді. Саумал ауаны сауып тұрған кешқұрым еді. Көз алдымнан көп сурет көшеді. Керіліп түскен кемпір қосақ елестейді. Қызыл, сары, көк. Бәрін бір доғаның бойына қосақтап қойған құдіреттің күшін айтсаңшы. Осымен әңгіме аяқталды. Мен бұл жерде кемпірдің шалына қатты таңғалып отырмын. Мұндай ерлік екінің бірінің қолынан келмес. Өзінің шаңырағына басқа біреудің баласын әкелу. Ғажап. Келіншегінің басқа біреуден тапқан қызын өсіру. Мұндай іс істеу қазіргі кезде екінің бірінің қолынан келе бермес. Қадірлі тыңдарман, аман болайық. Каналға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі кездескенше, ағайын.